Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін каналымда қарта мен бауырдан өзгеше бір тағамның түрін дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лүпіл басып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ең алдымен табаққа тұзды, бұрышты, үккіштен өткізілген чеснокты салып, араластырып дайындап аламыз. Сосын бауырдың сыртқы пленкасын алып, ұзыншалап етіп турап қоямыз. Және қартаның ішкі жағын айналдырып, дайын болған тұздықты ең бірінші бауырды тұздап, содан кейін қартаны тұздап, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Дайын болғаннан кейін қартаны қайтадан айналдырып, ішіне тұздалған бауырымызды салып, жан-жағын жіппен байласаңыз да, немесе осылай зубочисткамен түйреп қойсаңыз да болады. Мен бір күнге холодильникке салып қойдым. Ертесіне табаққа су қойып, қартамызды салып, бір қайнағаннан кейін көбігін алып, баяу отта өзінің бабында 3 сағатқа қайнаттым. Міне көргендеріңіздей, жан-жағы ашылмай, қартамыз жарылмай, өзінің бабында дайын болды. Қартаны ыссы күйде де жесек болады, немесе салқын күйде де үстіне жуасын салып, басқа да дәмдеуіштермен әрлеп жесек болады. Өте дәмді және тез дайындалатын тағамның түрі. Алдағы уақытта басқа да өзгеше тағамдардың рецепттерімен бөлісетін боламын.